шынымды айтсам, мақтанғаным емес. Мен Алматыда ешкімді ұқпаймын. Любой гаишник, маишник, красныйға да өтен ғой мен. Жан! Көзіңе қарамайсың мені. Поворотнен жағып жүрмейсің бе? Көлік қой ждап қонма. Көтің... Черт! Ишак! Мау! Блядь! Қоя алмай мені конкретно бар ғой. Нөмірді көріп. Қорық қалды ғой. Чорттар, ишактар. Бергеш ал, бергеш. Монтировканы әкеш. Чорттар, ишактар. Мау! Ишак! Шәкәрім бергеш, шәкәрім! Аяқ үйт бұрадыр, ұқалаш. Айтар, жұмақтың кілті адамның табанның астында дейді. Өзі, примерно осы жерде ғой. Мен бар кезінде бағана, ертеңге өліп қалсам, әкең де ешкімде сені керек қылмайды. Осыны қарап отыр. Ой, сақырап. Не болды, ой? Ертең жаңбыр жауады. Күн күркіреп найзағай болады, аяғым сақырап отыр менің. Ой, қақсамат, қандай қақсамат. Ой, бұл ойыңшы. Ой, қане, рас көрдің ба? Бұл жайдан жай емес бұдан. Не болды? Аяқам қышып отыр. Значит, ертең айлық түседі. Ой, ойыңшы ма, қышып жүреді? Аз айтам. Қол деген қышып жүреді ғой. Значит, әкең